Кейде алға жылжу үшін тоқтап тыңдау керек. Өз өзіңе бір сәт бер. Азамат Скаков, сен. Азамат Скаков, сен. Әдет қалыптастыру әліппесі. Оқырманға 100% жауапкершілік. Біздің күнделікті өміріміз тек қана таңдаулардан тұрады. Істеу, істемеу, бару, бармау, айту, айтпау. Ал адамның арманы мен нәтижесінің арасындағы жалғыз көпір әрекет. Міне, осы жерден біздің өміріміздің сапасын сипаттайтын түсінік шыға келеді. Дұрыс әрекетті таңдау. Біздің күнделікті жасайтын әрекеттеріміздің 90%-ы әдетке айналып кеткен істер. Ал бүгінгі біздің болмысымыз бұрынғы әдеттеріміздің нәтижесі. Демек, сәйкесінше, бүгінгі әдеттеріміз болашағымыздың қандай болатынына тікелей әсер етіп жатыр. Өмірдің заңдылықтары осындай қарапайым дүниелерден тұрады. Оны қиындатып алатын өзіміз. Неге қиын, қол жетпес, ұзақ болып көрінеді? Себебі біз нені қалай жасау керектігін оңай жолын білмейміз. Білмегеннің салдарынан миымыз жеңіл дүниенің өзін жасай алмай, функциясын дұрыс атқара алмайды. Бұл кітап сол қиын көрінген әдеттерді оңай қалыптастыру жолдарын көрсетіп береді. Кітаптың тілі жеңіл, жазылған инструкциялармен алға жылжып отырған адам әдет қалыптастыру әліппесін үйреніп шығады. Әңгіменің барысын жауапкершіліктен бастағаным бекер емес. Шын мәнінде әр адамның өмірінің сапасы, жетістіктері, жеңілістері мен нәтижелері тек өзінің жауапкершілігінде. Жалпы өмірдің өзегі адамның өзінен басталады. Табиғаттағы барлық дүниенің ядросы бар. Тіпті бактерияларда да ядро бар екенін білеміз. Ал табысты саналы адамның ядросы, қозғаушы күші жауапкершілік. Өзінің өміріне, болашағына, әрекеттеріне, шешімдеріне жауапкершілік ала білу. Демек, әр адамның ішінде бүкіл әлем жатыр деген сөз. Әлем сенен бастау алады. Бұл кітаптың сен деп аталуы да бекер емес. Кітаптағы білімдер, тапсырмалар, практикалар мен ақпараттардың барлығы фокусты өзіңе бұруға, ішіңдегі менді табуға жол ашады. Сондықтан, құрметті оқырман, өзіңіздің әлеміңізге қош келдіңіз. Бұл кітап арнайы сіз үшін жазылды. Кітаптың басты кейіпкері сен. Зейініңіз ашылсын. Сізге деген сеніммен Азамат Скаков. Арнайы ережелер. Кітапты оқығанда сыртқы факторларға алаңдамаңыз. Мүмкін болса, телефонды дыбыссыз режимге қойып, оңашада мән беріп оқыңыз. Оқу процесінде маңызды ақпараттарды блокнотыңызға, қағазға түсіріп, жазып алып отырыңыз. Теориямен шектелмей, ертеңге қалдырмай, сол күні-ақ практикаға көшіңіз. Ақпаратты бекіту үшін оқығаныңызды досыңызбен, әріптесіңізбен, үйдегілермен бөлісіп, айтып беруге дағдыланып көріңіз. Кітапты оқу барысында келіп тоқтаған бетіңізді қайырып қоймаңыз. Қай бетке келгеніңізді есте сақтап қалуға тырысыңыз. Нәтижелеріңіз бен пікірлеріңізді Инстаграмда жеке парақшама жазуды ұмытпаңыз. Біз үнемі жасайтын әрекеттеріміздің айнасымыз. Демек, кемелдену әрекеттен емес, әдеттен. Аристотель. Әдет қалыптастыру әліппесі. Бұл бөлімде ең көп қайталанатын сөз әдет. Оқуға кететін орташа уақыт 1 сағат 15 минут. Коуч кітап. Қалай көп ақша табуға болады? Немесе өзімді жоғалтып алдым? Әлде жалқаулықтан қалай құтылуға болады? Әрине, барлығы жақсы өмір сүргісі келеді. Барлығының мақсаты өзінде, өмірінде жоқ дүниелерге бірден қол жеткізу. Соңғы 2 жылда 2000-нан астам адамға жеке талдау өткіздім. Талдауға келген адамдардың әрқайсысы әртүрлі. Бірақ олардың келіп тірелетін мәселелері мен нүктелері ұқсас. Төмендегі пункттердің ішіне өзімнің статистикам бойынша адамдардың жиі бетпе-бет келетін мәселелерін қостым. Сізді бұл тақырыптардың қайсысы қызықтырады? Ішіңізде қандай мәселелер бар? Оқыған кезде өзіңізге анализ жасап отырыңыз. Қарыздан қалай құтылуға болады? Өмірімді реттеп, жүйелеу үшін не істеуім керек? Жалқаулықтан қалай арыламын? Табысымды арттырғым келеді. Өзімді жоғалтып алдым.
негативті установкаларынан арылғым келеді. Уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? Ұйқымды тез арада реттеуім керек. Спортты тастап кете беремін. Артық салмақтан арыла алмай жүрмін. Әдет қалыптастырудың жеңіл жолы бар ма? Бұл тізімді тізбектей берсем, шексіз жалғастыруға болады. Өзіне көңілі толмай, басындағы ойларын жүйелегісі келген адамдардың бәрінің қалауы ортақ. Бәріне тез қол жеткізе салғысы келеді. Адам табысын арттыру үшін, ортасына абыройлы болу үшін, арман мақсаттарына жету үшін, командасын басқара алу үшін алдымен өзін, өмірін, ойын басқаруды үйрену керек. Ал өзіңді басқарып, өміріңе жауапкершілік алу қарапайым дүниелерден тұрады. Мәселелеріңізді шешіп, өміріңіздің сапасын жақсартуды, әдеттеріңізді реттеуден, ұйқыңызды дұрыстаудан бастаңыз. Жеке талдау жұмысын жүргізудің арнайы жүйесі бар. Көбіне талдау барысында адамдар түпкі сұрақтарының шешімін тауып, нақты стратегиясын алып кетеді. Басында шашырап жатқан ойлары жүйеленіп, карта пайда болады. Күніне тұрақты түрде 3 разбор өткізген күннің өзінде жылына 1000-ға жуық адамға ғана үлгереді екенмін. Барлығына бірдей уақытта көмектесіп үлгеру мүмкін емес. Сондықтан осы кітап арқылы оқырмандардың сапалы және талдау жұмысының эффектісін алып шыққанын қалаймын. Бұл кітап теориядан ғана емес, практикадан да тұрады. Әр мысал, ақпараттарды оқыған сайын өз-өзіңізге анализ жасап отырыңыз. Іштей дұрыс сұрақтар қоюды үйреніңіз. Практикалық тапсырмаларды орындаңыз. Ең алдымен өзіңізге не ұнамайды? Өзіңіздегі нені қалай өзгертер едіңіз? Жазып шығыңыз. Нәтижеге жеткізетін қадам. Курстар мен сабақтар нәтиже бермейді. Курс өткізетіндер көбейіп кетті. Дегенді сіз де жиі естіп, не өзіңіз айтып та жүрген боларсыз. Шын мәнінде ол курстардан ешқандай нәтиже шықпайды. Егер берілген білімді алып, бірақ әрі қарай әрекет етпесеңіз, бір ғажайыпты күтпей-ақ қойыңыз. Кез келген білімнен нәтиже шығару адамның өзіне байланысты. Бір потокта оқыған 2 адам 2 түрлі нәтиже көрсетуі мүмкін. Екеуіне берілген ақпарат пен білім бір, ал оны екеуі 2 түрлі қабылдайды, 2 түрлі әрекет етеді. Нәтиже осы әрекеттің сапасына байланысты. Бірінші оқып алайын, танысып алайын, содан кейін істеймін. Бұл қате түсінік. Төмендегі суретте 3 бірдей баспалдақ көрсетілген. Білу, түсіну, әдетке айналдыру. Әр баспалдаққа көтерілу үшін қозғалу керек. Бұл қозғалыстың аты әрекет. Мысалы, бір ақпарат туралы естідіңіз, яғни білдіңіз, таныстыңыз. Бірақ сіз әлі бұл ақпаратты түсінген жоқсыз. Оны түсініп, миға бекіту үшін әрекет жасау керек. Маркетинг бойынша білімді жетілдіремін деген оймен 2 айлық курс сатып алдыңыз делік. Сабақтарға қатысып жатырсыз, көріп жатырсыз. Бірақ миыңызда осы курсты бітіріп алайын, сосын кірісемін деген ой болуы мүмкін. Бұл сізді ештеңеге жеткізбейтін қате ой. Дереу жасап көру керек. Оны істеп көрмейінше бұл ақпаратты түсінбейсіз. Өйткені істеп көрген кезде ғана дұрыс сұрақтар пайда болады. Дұрыс сұрақ дұрыс шешімдерді табуға алып келеді. Одан соң сізде тәжірибе жиналады. Осы сатыда ғана сіз алған ақпаратыңызды толық түсінесіз. Сіз жақсылап түсініп алдыңыз. Енді бұл ақпарат сіздің өміріңізге еніп, әдетке айналу үшін тағы да әрекет жасау керек. Әдетке айналған соң өміріңізге енеді. Қарапайым формула осы. Ақпарат плюс әрекет тең түсіну. Түсіну плюс әрекет тең әдет. Бізде мектептегі логика қалып қойған. Мектепте қалай еді? Мен түсінбедім, сол үшін үй тапсырмасын жасамадым. Осы қате логикадан арылу керек. Түсінбей тұрсыз ба? Онда түсіну үшін жасап көріңіз. Кітапта айтылған ақпараттарды да оқып қоя салу жеткіліксіз. Кітапты жоғарыдағы инструкцияны қолдана отырып оқитын болсаңыз ғана нақты нәтижеге қол жеткізесіз. Оқыңыз, танысыңыз. Әр бөлім сайын дереу әрекетке көшіп кетіп отырыңыз. Біз алдымен әдеттерімізді қалыптастырамыз, кейін әдеттеріміз бізді қалыптастырады. Джон Драйден. Әдет фазалары. Әдет қалыптастырудың 5 түрлі фазасы бар. Белгілі бір әдеттерді қалыптастыру барысында сізге қай фазада екеніңізді білу жақсы көмектеседі. Әр қадамыңыз саналы түрде жасалады. Бірінші фаза ойлану. Алғашқы фаза ойлану. Бұл әдет сізге керек пе? Бұл қабілет маған не үшін керек?
Барлығымызда ертеңнен бастап ерте тұрайын, таңертең жүгіруді бастайын, көп кітап оқуды қолға алайын, дүйсенбіден бастап ағылшын тілін үйренейін деген мықты жоспарлар болады. Бәрінің ойында неше түрлі гениальный жоспарлар жүреді. Себебі бұл әдеттерді бәрі жасап жатыр, бәрі күшті. Дегенмен өзіңізге нақты сұрақ қойыңыз. Бұл расында да сізге керек пе? Не үшін керек? Осы сұрақтарға қашан нақты жауап бересіз, сол кезде ғана әдеттер қалыптасады. Миыңыз шынымен керек екенін түсінген кезде қиналмай-ақ істеп, әдетке айналдырып меңгеріп аласыз. Ағылшын тілін үйрену деген мақсат бәріңізде болған шығар. Мен де 2016 жылға дейін ағылшын тілін оқыдым. Ол кезде таразда тұрамын, курсқа жазыламын, қалып қояды. Кітап сатып аламын, оқимын, бірақ бір күні бәрібір тастап кетемін. Спикинг клубтарға жазыламын, бір айға жетпей жатып бармай қоямын. Осылай бір тастап жүрген кезімде 2 айдан кейін Европаға кетесіз деген хабар келді. Мен осы хабардан кейін ағылшынша түсініп меңгере бастадым. Оңай жаттап үйреніп алдым. Себебі нақты жоспар болды. Не үшін деген сұрақтың жауабы бар еді. Ағылшын керек қой, білген жақсы ғой деген мотивация жұмыс істемейді. Ми ағылшын тілін неге үйрену керектігін жақсылап түсінген кезде оп-оңай меңгеріп алады. Алғашқы фазаның мәнін дұрыс түсініп алыңыз. Бәрі жүгіріп жүр ғой, мен де жүгірейін деген ой дұрыс емес. Өзіңді қинап бір рет жүгірерсіз, екінші күн шығуыңыз мүмкін. Одан кейін сол күйі қалып қою ықтималдығы өте жоғары. Дұрыс сұрақ қойып, миыңызға дұрыс жауап жіберіңіз. Не үшін жүгіру керек? 100 күн жүгірсем не болады? 100 күннен кейінгі нәтиже сізді шабыттандырса, бастап кетіңіз. Дегенмен, әдет қалыптастырудың ең маңызды фазалардың бірін есте ұстап, сол бойынша әрекет қылыңыз. Ол жоспарлау фазасы. Екінші фаза жоспарлау. Екінші фаза қадамдарды жоспарлау. Бұл фазада өзіңізге дұрыс сұрақ қойып, дұрыс жауап табуыңыз өте маңызды. Яғни өзіңіздің жүгіргіңіз келетініңізді түсіндіңіз. Сізге не үшін қажет екенін де жақсы білесіз. Жүгіруге деген құштарлығыңыз сұмдық болып тұр. Осы қалауыңызбен бас салып жүгіріп кетпеңіз. Біз қалап көзіміз жанған кезде соның күшімен бастап кетуіміз мүмкін. Алды-артыңызға қарамай, бірінші күні тұрып жүгіріп келдіңіз. Өзіңізді іштей бір керемет спортсмен сезініп келгеніңізбен ертесіне не болады? Денеңіз ауырсынып қалуы мүмкін, аяқтарыңыз ауырып қалады. Жүрегіңіз де бір алқынып қалған. Тыныс алу мүшелеріңізге суық тиген. Осының өзінен алғашқы күндерден ақ барлық қалауыңыз қашып кетеді. Ынтаңызды жоғалтып алмау үшін не істеу керек? Алдымен зерттеу керек. Дайындалыңыз. Жүгіру деген не? Қалай дұрыс жүгіру керек? Қазір жасыңыз 25-те болса, сіз 25 жыл жүгірмей келіп, бірден желаяқ болып кеткіңіз келіп тұр. Олай болмайды. Алдымен азда болса теориялық біліп алыңыз. Интернеттен, ютубтан қазақ тілінде табыла қою қиын болса, орысша, ағылшынша жазып іздеңіз. Қадамдарын түсініп алу керек. Не жасауға болмайды? Жүгірудің пайдасы қандай? Іздеп көріп едіңіз, бірінші күні ұзақ жүгіруге болмайды екен. Алғашқы кезде қатты қарқынмен бастасаңыз, тез шаршап қалады екенсіз. Демек, бұл қателіктерді қайталамайсыз. Осындай базалық ақпараттарды білсеңіз, әдет қалыптастыруды әлдеқайда жеңілдетесіз. Үшінші фаза әрекет. Бір әрекет жасап қойыңыз. Мысалы, таңертең жүгіргіңіз келсе, түнде киімдеріңізді дайындап қойыңыз. Таңертең оянғанда ұйқыңызды, жылы төсегіңізді қимай қалуыңыз мүмкін. Ой, қойшы, ертең жүгіре саламын деген сылтауыңызды жеңуге түнде жасап қойған бір әрекет көмектесуі мүмкін. Аяқ киіміңізді, спорттық киімдеріңізді дайындап қою таңертеңгі жүгірмей қалу ықтималдығын азайтады. Қадамдарыңызды қалай бастайтыныңызды, қайда жүгіретініңізді де жоспарлап қойыңыз. Төртінші фаза тұрақтылық. Келесі маңызды фазалардың бірі тұрақтылық. Сіз жүгіруді бастадыңыз делік, бірақ нәтиже бірден келе салмайды. Басында сізге жүгіру процесі қызық болмауы да мүмкін. Бірақ сіз шыдап, 6 апта бойы таңертең жүгірсеңіз, автоматты түрде тұрақтылық. Мотивация да осы тұрақтылық деген сатыдан кейін келетін дүние. Ғалымдар бір тәжірибе жасап көреді. 280 адамға жаңа әдет қалыптастыру деген тапсырма береді. Ең жылдам әдет қалыптастырған адамның нәтижесі 18 күн болады. 60% адамда әдет 21 күннен кейін қалыптасқан екен. Қалған 30% адамның жаңа әдеті 41 күнде қалыптасады. Ең кеш әдет қалыптастырған соңғы бірнеше адамның көрсеткіші
90 күн болады. Әр адамның физиологиясы әртүрлі, сондықтан да өзіңіздің жағдайыңызға қарап көріңіз. Дегенмен орташа есепте әдет қалыптастыру уақыты 21 немесе 42 күн. Осы күндерден өтіп кетсеңіз, әдетке айналып кетеді. Тұрақтылықты ұмытпау керек. Басында сіздің айналысып жатқан ісіңіз еш ләззат сыйламауы мүмкін. Мысалы, менің жүгірумен айналысып бастағаныма 7 жыл болды. Маған ең қызық сезім, рахат сыйлайтын уақыт жүгіруден кейінгі үйге қайтып бара жатқан кезде пайда болады. Біз ненің пайдалы екенін жақсы білеміз, бірақ өзімізді көндіруіміз қиындау. Ең маңыздысы да осы тұрақтылыққа үйрену. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Алланың жақсы көретін амалы аз да болса тұрақты орындалатын амал деген хадисі бар. Осы логикамен жұмыс істеу керек. Мысалы, кітап оқуды әдетке айналдыру деген мақсат қойдыңыз делік. Ертеңнен бастап күнде 100 бет оқимын деген пікір қате. Күніне ең болмағанда 1 беттен болсын оқып тұрыңыз, бірақ тұрақты түрде күн сайын оқыңыз. Не болмаса күніне 3 беттен оқып тұруды әдетке айналдырыңыз. Сонда айына шамамен 80-90 бет болады. Есептесек жылына 1000 беттей шығады. Егер орташа есеппен бір кітап 150 бет деп алсаңыз, бір жылда 6-7 кітап аяқтайсыз. Ойланып көріңізші, өткен жылы 6-7 кітап оқыдыңыз ба, жоқ па? Ой, 3-ақ бет қой деп менсінбей қарамаңыз. Тамшы тоқтамай тама берсе, тасты да тесіп жібереді. Ерік-жігеріңіз бой бермей, қалыптастырып келе жатқан әдетіңізді тастап кеткіңіз келіп жатса да, өзіңізді көндіріңіз. 42 күн жасаймын, сосын көреміз. Қоя салуға ешқашан кеш емес деп өзіңізбен келісімге келіңіз. Ол осы уақытта әдетке айнала бастайды. Кейін ләззат сыйлай бастайды. Есесіне рахатын өзіңіз көресіз. 5. Қызығын жоғалту. 5. әрі соңғы фаза қызығын жоғалту. Мысалы, бір істі тұрақты 3 ай, 5 ай, 6 ай жасап жүрген болуыңыз мүмкін. Бір кезде осы әдеттің қызығы таусылғандай көрінеді. Ішіңіз пыса бастайды. Бәрі жақсы, таңертең ерте тұрасыз, қиналмайсыз, жалғауланбайсыз, бірақ жүгіргіңіз келмейді. Болмаса күнде жазып жүрген жазуыңызды жазғыңыз келмейді. Себеп жоқ, бәрі жақсы, жай ғана жазғыңыз келмейді. Бұл фаза әдет қалыптастырған адамдардың бәрінде әйтеуір бір күні кездеседі. Осындай жағдайда мен не істеймін? Біріншіден, тәсіл әрекеттер мен әдеттердің орнын ауыстыру керек. Мысалы, сіз таңертең оянған соң алдымен жазып, кейін кітап оқып, содан кейін ғана жүгіруге шығатын едіңіз. Енді осы реттілікті ауыстырып көріңіз. Оянған соң жүгіруге шығыңыз, содан кейін ғана кітап оқуға, жазуыңызды жазуға отырыңыз. Тағы бір жолы бір немесе 2 күн істемей қою. Таңертең ояндым, бірақ әдейі ештеңе жазбай қоямын. 3-ші күні жазуға сағынып отырамын. Жазудың жаңа қыры, жаңа лебі пайда болған секілді болады. Бұл фазалардың атын біліп, жаттап алуыңыз маңызды емес. Ең бастысы, осындай кезеңдерді бар екенін біліп жүрсеңіз болды. Өзіңіздің қай этапта келе жатқаныңызға баға беріп, саналы түрде қарай алғаныңыздың өзі үлкен жетістік. Әдет фазалары: ойлану, жоспарлау, әрекет, тұрақтылық, қызығын жоғалту. Лайфхак формула. Ерік-жігермен күресу кімге де болсын оңайға соқпайтыны анық. Дегенмен, әдет қалыптастыру процесін жеңілдететін бір формула бар. Өте қарапайым, бірақ қатты көмектеседі. Әрекет көбейтілген 100 рет тең нәтиже. Бұл формула қалай жұмыс істейді? Мысалы, сіз фитнеске жазылып қойғансыз, бірақ барғыңыз келмейді. Сол кезде ойланып, осы әрекетіңізді 100-ге көбейтіңіз. Яғни фитнеске 100 рет барсаңыз, қандай нәтиже алатын едіңіз? Ойланыңыз. Мен абылай 100 рет фитнеске бардым. Аптасына 3 реттен барсам, айына 12 рет. Сонда 100 рет фитнеске бару дегеніміз 10 ай бойы үздіксіз жаттығып отыру ғой. Мәссаған. Мен 10 ай фитнеске барсам, денем шығып, сымбатым артып, нағыз красавчик боламын ғой деген ой автоматты түрде келеді. Бұл жерде сіздің қызығушылығыңыз артады да бүгінгі жалқаулығыңызды жеңетін ерік-жігер пайда болады. Шынымен де ойлап қараңызшы, 10 айдан кейін кім болатыныңыз, қайда, қандай болатыныңыз бүгінгі әрекетіңізге байланысты. Егер нәтиже сізге ұнап тұрса, неге бүгін әрекетті жасамасқа? Қызығушылық сылтауыңыздың жолын байлайды. Бірден іске көшіңіз. Бұл формуланы өмірдің басқа да аспектілерінде қолданып көруге болады. Генератор әдеттер.
бір уақытта 4 әдеттен артық қалыптастырмаңыз. Әдет қалыптастыру деген тақырып айтылса, бір уақытта қанша әдетті қатар қалыптастыруға болады деген заңды сұрақ туындайды. Бұл процесте бір әдет аз, бірақ 4-тен көп болмағаны дұрыс. Ең әдемісі 2 немесе 3 әдетті қатар қалыптастыру. Дегенмен, генератор әдеттер деген түсінік бар. Генератор әдеттер өзінің артынан басқа да әдеттерді тартып алады. Егер әдет қалыптастыруды қолға алсаңыз, осы генератор әдеттерден бастаңыз. Мысалы, дұрыс ұйықтау, генератор әдет. Қазір көп адам түнгі 12 сағат 1-ге дейін ояу жүре беруге үйреніп қалған. Ал дұрыс ұйықтауды қолға алған адам түнгі 10:30-11 шамасында ұйықтап қалады. Енді сіз уақытылы ертерек ұйықтауды қолға алдыңыз деп ойлайық. Ерте ұйықтаған адам не істейді? Әрине автоматты түрде ерте тұра бастайды. Алғашқы кездері 1-2 аптаға дейін ерте тұрмауыңыз мүмкін. Бірақ біраз уақыт өткен соң қалай ерте оянатын болғаныңызды өзіңізде байқамай қаласыз. Ерте ұйықтадыңыз, ерте ояндыңыз. Ал ерте оянған адам не істейді? Жазуын жазады, су ішеді, жаттығу жасайды. Артық 1 сағатты пайда болған соң кітап, пайдалы ақпарат оқи бастайды. Таңғы асын уақытылы, тұрақты ішеді. Көрдіңіз бе? Бір ғана әдет өзінің артынан қаншама әдеттің қалыптастыруына әсер етеді. Спортпен айналысуда генератор әдет болып саналады. Спортқа көңіл бөлген адам ақырын дұрыс тамақтану туралы іздене бастайды. Спортпен шұғылданған адам сергек болады. Мысалы, таңертең ерте жүгірсеңіз, түнде де ертерек ұйықтап қаласыз. Бізде қазір миымыз шаршағанымен денеміз шаршай қоймайды. Сондықтан да ерте ұйықтау көп адамға қиын. Ал жүгіріп физикалық тұрғыда күш жұмсаған адамның шаршайтыны анық. Сол себептен тез ұйқыға кетеді. Осылайша режиміңіз бен ұйқыңыз да реттеледі. Генератор әдеттердің қатарында дұрыс тамақтануды да жатқызамыз. Кешкі 6-дан кейін тамақ ішпесеңіз, ұйқыңыз дұрыс болады. Таңертең ерте әрі жеңіл болып оянасыз. Яғни, бұл бір шеңбер сияқты. Бір әдеттер өзінің артынан автоматты түрде жаңа әдеттердің қалыптасуына әсер етеді. Жаттанды әлсіздік, қорқыныш психологиясы. Біздің әрбіріміздің бойымызда жаттанды әлсіздік бар. Миымыз кейбір дүниелерді мен әлсізбін, менің қолымнан келмейді деген шешім шығарып жаттап алған. Мысалы, ерте кезеңдерде қателесу адамның өмірінде үлкен қауіп төндірді. Адамдар әлі сөйлей алмайтын тас ғасырында азулы аңдардың апаны бар екенін ұмытып кетуі өлімге алып келетін еді. Сол секілді жеуге болмайтын жемісті жеп қойса ажал құшады. Ол заманда қателесудің жазасы тым ауыр болатын. Бірақ қазір олай емес. Бала күніңізде байқамай шай төгіп алу үлкен қателік болатын. Байқамай төгіп алсаңыз, бір жеріңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін. Не болмаса үлкендерден ұрыс естисіз. Ал қазір олай емес қой. Егер шай төгіп алып жатсаңыз, күйіп қалмау үшін қолыңызды алып үлгересіз. Төгіп алғаныңыз үшін ешкім сізді ұрыспайды. Жай ғана өзіңіз орнын сүртіп ала саласыз. Дегенмен, біздің бейсанамызда қателесу қауіпті, қателесуге болмайды деген сенім қалыптасып қалған. Мүлде жасамай қоюда үлкен қателік. Қойшы осыны, істемей қояйыншы, тыныш жүре берейін деп айтуға болмайды. Бұл адамның дамуына, өсуіне, өмірінің сапасына кері әсер етеді. Қазір көп адамның айтып жүргені өте дұрыс. Қателесуден қорықпау керек. Қателесу норма. Осы мидағы шектеулер туралы ғалымдар шегірткелерге тәжірибе жасайды. Әлі өспеген табиғатынан әлсіз кішкентай шегірткені үлкен шегірткемен төбелестіреді. Бірақ ғалымдар сол төбелестің алдында үлкен шегірткені әдейі әлсіретіп, аш күйінде ұстайды. Әрине, денесі үлкен болса да, қолдан әлсіздендірілген үлкен шегіртке жеңіледі. Екінші ретте де, үшінші ретте де кішкентай шегірткені әдейі жеңдіреді. Төртінші рет шынымен үлкен әрі күшті шегірткені жібереді. Сенесіздер ме? Бұл жолы да кішкентай шегіртке үлкен шегірткені жеңіп кетеді. Бұл жеңіске не әсер етті? Кішкентай шегіртке мықты болып кетті ме? Жоқ, бар болғаны оның сенімділігі күшейді. Жеңе алатынын түсінді. Жаттанды әлсіздіктен құтылған соң шынымен де жеңіске жетті. Сіздің ішіңізде қандай жаттанды әлсіздіктер бар? Өзіңізге не нәрсеге шектеу қойдыңыз? Ойланып көріп, осы бағыт бойынша кішкентай болса да жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Әлсіздік танытқан, ойлағанда қорқыныш тудыратын тұстармен жұмыс істеңіз.
Бір бала мектепте өте нашар оқиды. Қалай үйретсе де ештеңе қабылдамайды. Мұғалімдердің мектепке қайта-қайта шақырып, сіздің балаңыз топас, адам болмайды дегеннен ата-анасы да шаршап кетеді. 2006 жылы барлық бітірушілермен бірге осы америкалық бала да ең қиын SAT тестін тапсырады. Нәтижесінде өте жоғары ұпайға қол жеткізеді. Мұғалімдер түгелі ата-анасы да балаға сенбейді. Сен көшірдің немесе бір құйтырқы әрекет жасадың деп баланы кінәлайды. Бұл баланың өзі үшін де бір таңғажайып оқиға еді. Қалай үздік тапсырып кеткені өзі де аң-таң. Себебі көшіргісі келсе де көшіруге мүмкіндігі болмаған еді. Қалай алып қараса да ең қиын деген тесттің өзінен бала жоғары көрсеткіш алды. Ауыр емтиханнан күшті нәтиже көрсеткен соң ата-анасында да баласының өзіне де шынымен білімді болып тұрмын ғой деген сенім қалыптасады. Тесттегі үздік нәтижемен жас жігіт ең үздік университеттердің біріне түседі. Ол жерде де өте жақсы нәтижемен аяқтайды. Кейін ол танымал әрі ірі кәсіпкер болып қалыптасады. Мектеп кезінде басына білім қонбайтын баланың мұндай жетістікке жеткеніне таң қалатын адамдар көп еді. Ғалымдар бұл жетістіктің сырына қаныққысы келіп зерттеу жүргізеді. Сонда дәл сол 2006 жылы емтихан базасында қате кетіп 31 адамға жүйенің өзі қателесіп 100% деген нәтиже беріп жібергені анықталады. Шын мәнінде бала ақылды емес еді, бірақ миындағы жасанды әлсіздіктен құтыла салысымен ол топты жарды. Мықты жетістіктерге жетті. Әлсіздік тек біздің басымызда ғана, одан құтылуға болады. Жоғарыдағы шегірткенің мысалда мықты бизнесменнің оқиғасы да осыған дәлел. Адамдармен танысудан қорқсаңыз, әрекет жасап көріңіз. 2-3 рет жасаған соң, бұл соншалықты қорқынышты емес екеніне көзіңіз жетеді. Адамдармен танысу жеңіл, үйреншікті болып кетеді. Осыған дейін жақсы әдеттерді қалыптастыруды қаншама рет тастап кеткен болсаңыз да, уайымдамаңыз. Соңына дейін жеткізе алмаймын. Менің өзгеруім қиын деу миыңыздағы жасанды әлсіздік қана. Керек болса, өзіңізге қолдан жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Жаңа әдет қалыптастыруға көмектесетін әдістер: маңыздылық беру, қадағалау, айна терапиясы, кедергілерді азайту, амал жасау. Коуч кеңес: негізгі қадамдар. Біріншіден, маңыздылық. Осы әдетті қалыптастырамын деп айту оңай ғой, бірақ сіз үшін бұл қаншалықты маңызды? Осы сұраққа арнайы жауап іздеп жазып көріңіз. Бұл әдетті қалыптастырып өзгеру үшін нені қысқартуға дайынсыз? Мысалы, темекі шегетін адам одан құтылу үшін темекі шегетін достарымен кездесуді азайту керек. Дұрыс тамақтанғысы келетін адам өзінің сүйікті мейрамханасына баруды қысқартуы керек. Екіншіден, қадағалау. Кез келген мәселені қадағалау оның дамуына алып келеді. Салмақпен проблемасы болса, күн сайын таңертең салмақтарыңызды жазып жүріңіздер. Бұл маңызды. Ол қалай жұмыс істейді? Англияда артық салмағы бар адамдарды жинап, 2 топқа бөледі. Бірінші топтағы адамдар 40 күн уақыт береміз, сіз салмақ тастаңыз деген тапсырма береді. Екінші топқа күнде таңертең салмақтарыңызды өлшеп, мына қағазға жазып отырыңыздар деп айтып үйлеріне жібереді. Зерттеу нәтижесі қалай болды дейсіздер ғой. Ең қызығы, 40 күннен кейін салмақтарыңызды өлшеп жазып жүріңдер деген топтың 87% салмақ тастаған. Ал артық салмағынан арыл деген тапсырма беріп жіберген адамдардың 20% ғана нәтиже көрсеткен. Үшінші, айна терапиясы. Сізге не ұнамайды, сонымен жұмыс істеу керек. Мысалы, өзіңізге айнаға қараған кезде не ұнамайды, соны саралап, өзгертуге күш салыңыз. Артық салмағыңыздың жасыңызды үлкейтіп тұрғанын ұнамаса, арылуды бастаңыз. Бетіңізде түрлі дақтар, мәселелер болса, косметологқа барып тазартудың амалын жасаңыз. Бұл терапияны басқа сфераларда да қолданып көріңіз. Айнаға қарағанда өзіңізді толық көре аласыз ғой. Сол секілді өзіңізге шынайы қарап, сізге ұнамайтын қасиеттеріңізді жазып шығыңыз. Жеке даму бойынша сізге не ұнамайды? Қандай әдеттерден арылғыңыз келеді? Қандай кемшіліктеріңіздің көзін жояр едіңіз? Қай қабілеттеріңізді дамытасыз? Жазып шығыңыз. Төртінші, кедергілерді азайту. Мақсатыңызға жеткізетін жолда сізге кедергі келтіретін триггерлерді шектеңіз. Мысалы, темекі шегуді қойғыңыз келіп жүр, ал күнде жұмыста қасыңыздағы 2 әріптесіңізбен бірге үзілісте темекі шегу әдет болып қалған. Күн сайын үзіліс уақыты келгенде, немесе сол әріптесіңізді көргенде, ми өзінің жаттанды қылығына қарай тартады. Сол секілді жаттап алған әдетті ауыстырыңыз. Үзілісте басқа да бір ермек табыңыз. 2 әріптесіңізбен уақытша азырақ қарым-қатынас жасауға тырысыңыз.
барлығының амалын табуға болады. Есесіне мақсатқа жетуге бір қадам жақындайсыз. 5. Жай ғана бастап кетіңіз. Бастап кету жеңістің бір бөлігі. Шексіз жоспарлап жүре беруге болады. Амалдар ниетке байланысты деген хадисті естіген боларсыз. Алғашқы қадамды жасасаңыз, жол өзі ашыла береді. Бастаған адамда ғана нәтиже болады. Ми және әдет. Ми біздің өмірімізде үлкен рөл ойнайды. Бірақ біз ми туралы ештеңе білмейміз. Тіпті ғалымдардың өзі миды зерттеу бойынша өте аз жетістіктерге жеткенін мойындайды. Оның структурасы, қалай жұмыс істейтіні әлі күнге дейін толық белгілі емес. Ми туралы сіз бен біз білуіміз керек ең қарапайым ақпарат ми жай ғана ет емес. Ол 18 бөліктен тұрады. Мидың әр бөлігі әртүрлі нәрсеге жауапты. Негізі 80% функциясы бойынша қимыл қозғалыстарымызға жауап береді. Бір қызығы, біздің денеміздегі түтіктердің өзі миымыздың тарапынан бақылауда, мидың жауапкершілігінде тұр. Адамның қимыл қозғалысы көп болмаса, мидың кей бөлімдері ақырын істен шыға бастайды екен. Қазір біз күнделікті өте аз қимылдаймыз. Сондықтан өзінің қамын ойлаған әрбір адам спортпен үзбей айналысуы керек. Салмақ бойынша ми денеміздің 2% ғана алады, ал энергия құрту бойынша бірінші орында. Әдетке қатысты ми толқындарын ғалымдар жан-жақты зерттеген. Төмендегі кестеден екі түрлі жағдайда мидың қалай энергия жұмсайтынын көруге болады. Белгілі бір істі алғаш рет жасаған кезде ми толқындары өте жоғары болған, ал ол оқиға әдетке айналған кезде алғашқы қимылында және соңында ғана жоғары толқындарда болады. Процестің өзінде әлде қайда төменгі және бір қалыпты толқындарда тұрады. Яғни ми әдетке айналдырып алса, ортадағы қаншама энергияны экономдайды. Мидың әдет қалыптастырудағы мақсаты осы. Енді өзіңізге салып та ойланып көріңіз. Сізде білмеген таңсық дүние жасағанда әлде қайда көбірек энергия құртасыз. Мысалы, бұрын араласпаған жаңа ортаға барғанда сіз уайымдайсыз, өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз, қысыласыз. Ми мини стресстен өтеді. Түрім дұрыс болып тұр ма, киімім қалай тұр, не айтамын деген секілді сұрақтармен миыңызды көп мазалап жібересіз. Бейтаныс ортаға барғанда үнемі барлығын бақылауда ұстап, анализ жасап отырасыз. Ал өзіңіз үйреніп қалған таныс орта болса, миыңыз онша көп энергия құртпайды. Мидың мақсаты осы нәрсені әдетке айналдырып алу. Соның әсерінен аз энергия жұмсау. Спортшылар күнделікті спортпен айналысу, жаттығу үшін көп энергия құртпайды. Себебі оларға бұл әдет болып кеткен. Дене әрекетті мидан да жақсырақ түсініп алады. Ғалымдардың зерттеуінше, боксерлардың шаршы алаңдағы қорғануы, ұруы ойланбай, автоматты түрде қалыптасып кетеді екен. Неге? Өйткені ми әрекетті жаттап алған. Оны үйреніп алсаңыз, өзіңізге ұнамай жүрген әдеттеріңізді өзгерту оп-оңай екеніне көзіңіз жетеді. Нашар әдеттерден тезірек арылудың маңыздылығы. Бір жас жігіт жаман әдеттерден арылудың жолын сұрап данышпанға барыпты. Данышпан кісі оған: "Сен ана бір жас шыбықты суыршы" депті. Жігіт қиналмай-ақ суырып алыпты. Енді одан жуандауын суырып алуды тапсырады. Ол досын көмекке шақырады. Тапсырманы сәтті орындайды. Одан да жуан ағашты көрсеткен екен. Ол барлық достарымен таныстарын шақырса да, орнынан қозғалта алмапты. Сонда данышпан: "Көрдің бе" депті. Жаман дағдыдан бастапқыда құтылу жеңіл. Ол кезде оған өзінің де шамасы жетеді. Кейіннен достарыңды көмекке шақырасың. Ал нашар қылықты көп уақыт қайталап, ол қанға әбден сіңген кезде көмекке қанша адамды шақырсаң да бәрі кеш болады деген екен. Жағымсыз әдеттерден арылуға болады. Ең бастысы, ушығып кетпей тұрғанда ертерек әрекет қылыңыз. Жағымсыз әдеттен құтылу формуласы. Әдет орындалу процесі негізгі 3 этаптан өтеді: сигнал, әрекет, нәтиже. Алдымен миымыздағы нейрондық байланыстарға сигнал керек. Сигнал бұл старт деген сөз. Бағдаршамға жасыл түс жанғанда барлығы қозғалатын секілді, сигнал болған кезде процесс те басталады. Мысалы, қарныңыз ашты, бұл сигнал. Тамақ жедіңіз, әрекет. Қарныңыз тойды, бұл нәтиже. Бір қыздың тырнағын істей беретін әдеті бар екен. Не себептен тырнағын істейтінін өзі де білмейді. Содан қыздан қай кезде, қандай сәттерде тістейсің деп сұрайды. Оның жауабы қарапайым болады: "Ішім пісіп, зергіп кеткен кезде тістей бастаймын. Тырнағыңды тістегеннен кейін өзіңді қалай сезінесің?" "Өзімді күшті, сабырлы, бақытты сезінемін. Бәрі бақылауымда, қауіпсіз сияқты." Ғалымдар қызға бұл әдетін қойдыру үшін не істейді? Олар әдеп этапын орындалу ретін жақсы біледі.
Сондықтан сигнал мен нәтижені орнында қалдырады, әрекетін ғана өзгертеді. Енді қыз тырнағының бір кемшілігін байқап, тістегісі келген уақытта столды саусағымен ұруды бастайды. Ауызға салып тістеудің орнына саусағын столға ақырын ұрады. Осы әрекетін өзгерткен соң қыз тырнағын тістейтін әдетінен құтылып кетеді. Дәл сол секілді бір жігіт болады. Ол уайымдағанда қысылған уақытында темекі шегеді екен. Зерттесе жаз кезінде достары сөз арасында темекі шексең крутой боласың деп айтқаны белгілі болады. Содан бір күні туған күн кешіне барып, бір сұлуды көріп сырттан ұнатып қалады. Бірақ барып танысуға ұялады. Сол кезде ойына достарының айтқаны келіп, темекі шегіп алады. Содан кейін бойжеткенмен танысады. Енді оның миы темекіні қалай байланыстырып алады. Өзіңді сенімсіз болып тұрған кезде бір нәрсені уайымдаған темекі шексең, жетістікке жетеді екенсің деп қабылдап қалады. Осыдан кейін кез келген өзін ыңғайсыз біртүрлі сезінген кезде ми дереу темекі шексең жеңіске жетесің деген шешімді ұсынады. Мидың мұрағатында солай қабылданып қалып кетті ғой. Кофе көп ішетін адамдарды алып қарайық. Мысалы, сіз көп кофе ішесіз. Неге? Жұмыста отырып басыңыз ауырғанын басу үшін кофе ішуді үйреніп алғансыз. Енді оны қалай қоюға болады? Басыңыз ауырды, сигнал, кофе іштіңіз, әрекет, басыңыз қойды, нәтиже. Бұл жерде сигнал мен нәтижені өзгертпейміз, тек әрекетті ауыстырамыз. Жұмыста басыңыз ауыра бастады ма, 10 минут далада жүріп қайтыңыз. Егер оған мүмкіндік болмаса, сол жерде 10 рет отырып тұру жаттығуын жасап жіберіңіз. Осы әрекетті ауыстырып, күнде қайталай берген соң, кофені көп ішу әдетінен арыласыз. Формула көріп тұрғаныңыздай өте қарапайым. Кез келген әдетіңізді зерттеп көріңіз. Сигнал қандай? Қандай әрекет жасайсыз? Нәтижесінде не аласыз? Енді осы жердегі әрекетіңізді ғана ауыстырсаңыз болды. Өзіңізге ұнамайтын, сізге зиянын тигізетін әдетіңізден құтыласыз. Негізі кешкі ас ішу бізге әдет болып кеткен. Ол маркетологтардың енгізген дүниесі. Ал шын мәнінде кешкі ас ішпеуге де болады. Спортсмендер ғана күнделікті 2000-3000 калория жұмсауы мүмкін. Ал қарапайым күнделікті қимыл қозғалыстағы адам 1000 калорияның айналасында ғана энергия жағады. Кейде біз қазақшылыққа салынып, таңғы астың өзінде бір күнді калориямызды тұтынып қоямыз. Жұмыста жүріп мүмкіндік болмай, тамақ ішуге үлгермей қалған күндерде сізде де болған шығар. Бірақ ешкім тамақ ішпегеннен талып қалып жатқан жоқ. Тамақтану бізге әдет болып кеткен. Мысалы, кейде бас қосудың әдеті біреу кездесуге шақыратын болса да, ресторанға, кафеге шақырады. Ең болмағанда кофе ішіп қайтайық дейді. Бірақ ешкім көшеде кездесейік, жүріп қайтайық демейді. Мына суретте сіз тышқанды көріп тұрсыз. Ғалымдар осы тышқанмен бір эксперимент өткізеді. Бірінші рет есік ашылғанда тышқан жүгіріп барып оңға бұрылып, ол жерден ештеңе таппаған соң сол жаққа барады. Ол жерде оны тәтті тамақ күтіп тұрады. Екінші күні де осылай жасайды. Тышқан тағы да алдымен оңға, кейін сол жаққа барып тамағын алады. Үшінші рет есікті ашқан кезде тышқан автоматты түрде сол жаққа қарай жүгіреді. Оның миында не болды? Әдет жатталып қалды. Бұл жерде есіктің ашылуы сигнал, оның жүгіріп сол жаққа баруы әрекет, тамағын алуы нәтиже. Тарихта Хопкинс деген маркетолог болған. Ол кез келген нәрсеге сұраныс тудырып, сатылымын арттырып жібере алатын еді. Америкада 1900 жылдардың басында тіс ауыру мәселесі өршіп тұрды. Дүниежүзілік соғысқа әскер жинағанда ең басты мәселе тіс еді. Себебі тіс ауыратын адам қарқынды соғыса қоюы екіталай. Енді әскерлердің тісін жөндеу деген міндет тұрды. 1800 жылдардың соңында америкалықтарда тіс жуу деген әдет болмады. Халықтың 11% ғана тіс жуатын болған. Осы әдетті қалыптастыру Хопкинстің жауапкершілігіне жүктеледі. Хопкинс алдымен сигнал, әрекет, нәтижені тудырып алуға тырысады. Тамақтанғаннан кейін тісіңіз жуылмай қалса, оның сыртында бір қабат ыңғайсыз қабық қаптап қалатынын сіз де байқаған боларсыз. Енді Хопкинс бүкіл жарнамалық құралдардан, егер тісіңді тіліңмен сипағанда бір нәрсе байқасаң, демек тісіңді жуатын уақыт келді деген ақпарат таратады. Ал нәтиже қандай? Нәтиже тісіңізді тіс пастасымен жуғанда ол көпіреді, күшті иіс шығады. Осы жарнама жан-жақтан жасалып, халықтың миына құйылады. Нәтижесінде халықтың 96% тістерін тіс пастасымен жуа бастайды. Сәйкесінше халықтың денсаулығы жақсарады. Одан кейін әрине
әскердегі тіс ауыру мәселесі азаяды. Нәтижесінде әскерде соғыста жеңіске жетеді. Хопкинстің енгізген маркетингтік әдісі әлі де жұмыс істейді. Ол үйреншікті әрекет ретінде тіс пастасының ауызды көпіртуін енгізеді. Негізгі тіс пастасының көпіруі оның иісінің жағымды болуы маңызды емес. Байқайсыз ба, кейде өте жақсы, пайдалы, сапалы деген ұсынған тіс пастасымен тісімізді жусақ та оның иісі де дәмі де онша емес болып шығады. Әрі түкте көпірмей жатады. Ал әбден тіс пастасы көпіретін, жағымды иіс шығаратын болу керек деген үйреніп қалған біз, ой, бұл пастаның сапасы онша емес екен деген шешім шығарамыз. Кез келген жағымсыз әдетіңізді осы формулаға зерттеп көріңіз. Әрекетті өзгерту үшін алдымен бұл әрекетті жасайтын кезде менде қандай сигнал пайда болады? Өзіңізге менде қандай триггер бар деген сұрақты қойыңыз. Есте сақтау қабілетін жақсартатын әдеттер. Кез келген сабақты, кітапты, ақпаратты есте сақтау үшін бірнеше техникаларды қолдануға болады. Бірінші, фокус. Ең бірінші мәселе фокус қойып тыңдау. Мысалы, сіз бір конференцияда отырсыз. Спикердің ақпаратын есіңізде сақтап, қабылдап алу үшін оны фокус қойып тыңдау өте маңызды. Телефоныңызды алып, чатта біреумен онлайн сөйлесіп отырсаңыз, фокусыңыз бөлініп кетеді. Сәйкесінше, айтылып жатқан маңызды ақпарат пен білімдер бір құлағыңыздан кіріп, бір құлағыңыздан шығып кетеді. Спикерді назарыңызды бұрып тыңдап, мүмкін болса, маңызды дүниелерін блокнотқа түсіріп, түртіп алып отырыңыз. Екінші мәселе, сұрау. Білмеген адам емес, білмейтін сұрауға ұялған адам ұтылады. Сондықтан кез келген сабақта, курста, ортада бір ақпаратты не тақырыпты түсінбесеңіз, сұраңыз. Миыңызда пайда болған сұрақтарға жауапты сұраған кезде ғана аласыз. Үшінші, эмоция қосу. Кез келген ақпаратқа эмоция қосыңыз. Вау, бұл сонда осындай екен ғой. Мәссаған, мен мұны білмеппін. Шынымен тың ақпарат екен. Сонда әдет қалыптастыру оп-оңай екен ғой. Міне, осы секілді әртүрлі эмоцияларды қоссаңыз, ақпараттар ерекше есіңізде қалады. Төртінші, ассоциация. Кез келген ақпаратты бір дүниемен байланыстырып алыңыз. Мысалы, біз көбіне танысқан адамымыздың атын ұмытып қалып, кейін қайта сұрауға ұялып жүреміз. Сол кезде ассоциация жасап алыңыз. Марат деген адаммен таныссаңыз, дереу ойша, есімі Марат екен, Марат сыныптасымның аттасы болып тұр ғой, деп ойлап қойыңыз. Сонда келесі жолы бірден есіңізге түседі. 1961 жылы Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан деген ақпаратты оқысаңыз, тағы да ассоциация жасаңыз. Демек, менің папам туылмай тұрып 5 жыл бұрын ұшқан екен, деп ойлап қойсаңыз, есіңізге жақсы сақтап қаласыз. Липостат әдісі. Бұл ағзамыздың бір үдерісті қалыпты деп қабылдау процесі. Әдет қалыптастыру орташа есеппен 21 немесе 42 күн уақыт алатынын айттық. Ал біз осы әдетті қалыпты деп қабылдау үшін 90 күн уақыт керек екен. Сіз салмақ тастағыңыз келді. 2 айда 90 килограммнан 78 килограммға дейін түстіңіз. Бұл сіздің идеалды салмағыңыз. Бірақ ағзаңыз осы салмақты ұстап, қалыпты деп қабылдау үшін тағы 3 ай уақыт керек. 90 күн осы салмақты ұстап тұрсаңыз, ғана организм бұл салмақ норма екенін қабылдап, үйреніп кетеді. Көпшілік адам бірден салмақ тастап, артынша тағы да қосып алып жататын себебі осы. Бір рет салмақ тастадым екен деп, босаңсуға болмайды. Осы салмақты 90 күн ұстап тұрғаннан кейін ғана ол сіздің қалыпты салмағыңызға айналады. Әдеттер қашан бұзылады? Біз жасап жүрген әдеттерімізді бекерден бекер құртып алмаймыз. Жасағымыз келмей қалған күндері әдеттеріміз аяқ астынан өздігінен бұзылмайды. Мұның өзіндік себептері, арнайы формуласы бар. Осы ақпараттарды білгеннен кейін бізге өмір сүру әдеттерімізбен жұмыс істеу әлде қайда жеңіл болады. Сізге керек пайдалы әдеттерді бұзып қою 4 себептен болады. Немістің halt деген сөзі бар. Стоп, яғни тоқта деген мағынаны береді. H, hungry. Сіз қатты қарныңыз аш кезде дұрыс шешім қабылдамайсыз. Өзіңізге деп берген уәдеңізді бұзып қою мүмкіндігі тым жоғары. Сондықтан да кез келген диетада бізге қатты аш болуға рұқсат етілмейді. Адамдар қалай артық салмағынан арылады?
аштықпен емес, керісінше көп рет, бірақ аз мөлшерде тамақтанып, салмақ тастайды. Не үшін? Өйткені қарныңыз қатты ашып кеткен кезде сіз ештеңеге қарамайсыз, бірден барлығын жеп қоясыз. Angry. Сіз ашуланып тұрған кезде өзіңізге берген уәделеріңізді ұмытып, әдеттеріңізді бұзып қоясыз. Lonely. Әдетте адамдар жалғыз қалған кезінде берген антын бұзып, сөзінде тұра алмай қалуы әбден мүмкін. Мысалы, енді темекі шекпеймін деп бәрінің көзінше айтып, сөз беріп қойған болса, оңаша қалғанда шыдамай темекі тартып қояды. Tired. Адам қатты шаршап тұрған кезде бәріне қол сілтей салуы мүмкін. Осы жерде байқасаңыз, halt деген сөз шықты. Аудармасы stop. Егерде берген сертіңізді, сөзіңізді, немесе жоспарыңызды бағыңыз келмей тұрса, өзіңізден сұраңыз. Мен осы 4 құбылыстан қайсысында тұрмын? Осыны анықтап сұраққа жауап табуыңыздың өзі сізге қатты көмектеседі. Бір күні мен үйге кешкі 9-да келдім. Кешкі 6-дан кейін тамақ жемеу маған әдетке айналып кеткен. Бірақ сол күні менің қарным ашып, тамаққа тартып тұрды. Дереу өзіме сұрақ қойдым. Менің қарным қатты аш па? Мен ашулымын ба? Мен жалғызбын ба? Мен шаршап тұрмын ба? Дәл осы күні үйде жалғыз едім. Әрі жұмыстан шаршап келген болатынмын. Екі сезім бірдей қосылса, адамның әдетін бұзып қою процесі де өте қатты жоғарылайды. Бірақ мен өзіме дұрыс сұрақ қойып, жауап беру арқылы өзімді тоқтаттым. Шаршап тұр екенмін ғой, ештеңе етпейді. Ертең таңертең ерте тамақтанамын деп өзімді бастым. Яғни дәл осы сәттегі күйіңіздің себебін білуіңіз де өте маңызды. Жоғарыдағы 4 сұрақты жаттап алыңыз. Осы сезімдердің кез келгені немесе бірнешеуі қосылса, сіз жоспарыңызды бұзасыз. 4 анықтаманы білудің өзі сізді тоқтатып, тәрбиелеуге көмектеседі. Жаттап алыңыз, есіңізден шығармаңыз. Роберт Дауни. Әр адам өз өмірінің авторы. Не себесің, соның жемісін көресің. Маған анық бір нәрсе бар. Сенің өміріңде болып жатқан дүниенің бәріне тек өзің ғана жауаптысың. Демек, сен осы нәрсенің бәрімен келісіп тұрсың. Жауапкершілік және сылтау. Жауапкершілікті өз қолыңызға алыңыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Өкінішке орай, көп адамның бойында жауапкершілік жетіспейді. Қараңыз, бізге кішкентай кезімізден бастап біреулер көмектескен. Бала кезімізде ата-анамыз, мектепте ұстаздарымыз, университетте кураторлар. Кей кездері өзімізден үлкен аға-әпкелеріміз көмектесті, сұрақтарымызды шешіп берді. Өкінішке орай, біз есейсек те сол қалыпта сондай үмітпен өмір сүріп жүрген болуымыз мүмкін. Бірақ сіз үшін жасап беретін тек қана өзіңіз. Осыны неғұрлым ертерек түсінсеңіз, соғұрлым ұтасыз. Тіпті бастықтан, бухгалтериядан ештеңе күтпеуді үйреніңіз. Қазіргі өміріңізде сіз кей нәрселер ұнамайтын болса, бұл сіздің өткен шақта қабылдаған шешімдеріңіздің нәтижесі. Бірақ осылай екен деп еш қайғырмаңыз. Ойларыңызбен алысып, өкініп отырмаңыз. Жай ғана қабылдаңыз және ары қарай жылжыңыз. Бір жылдан кейін қандай нәтиже болатынын қаласаңыз, демек қазір соған сай әрекет ету керек. Формула оп-оңай, жауапкершілік тек қана өзіңізде. Басқа ешкім келіп сіздің әдеттеріңізді қалыптастырып бермейді. Ешкім сіз үшін жазып, сызып, оқып, білім алмайды. Жоспарларыңызды сіздің орныңызға ешкім орындамайды. Адамдар өзінен жауапкершілікті ысырып тастау үшін неше түрлі сылтауларды ойлап тауып алады. Қолымнан келмейді, мен білмеймін деп айтпаңыз. Үйреніп алыңыз. Сіздің басқалардан қай жеріңіз кем? Ең бастысы қалсаңыз болды. Кез келген дүниені меңгеріп алуға болады. Елде жағдай ауыр. Бұл да бір үлкен сылтау. Сіз қалаған нәрсені беретін ел халық емес, Алла тағала. Ризық несібеңіздің барлығы өзіңіздің ниетіңіз бен еңбегіңізге сай беріледі. Карантин, ковид дегендерде сізге кедергі бола алмайды. Карантинге қарапайым адам болып кіріп, миллионер болып шыққан қаншама адамды білемін. Еңбек етем деген адам жолын тапты. Білмеген болса, онлайнды игерді. Мені солай тәрбиелеген. Өзіңіздің өскен ортаңызды, көрген тәжірибеңізді айтып шектеу қоймаңыз. Жоқ жерден өз-өзіңізді аяп отырмаңыз.
Алдымен қабылдаңыз, жақсы, сіз белгілі бір жасыңызға дейін осылай өмір сүрдіңіз. Бірақ енді әрі қарай бұлай жалғасқанын қаламайсыз. Демек, қалауыңызға сай жоспар жасаңыз. Сол жоспарыңыз бойынша міндетті түрде әрекет қылыңыз. Тағы бір курс өтіп алайын. Ешқандай да тағы бір деген сылтаумен жауапкершілікті болашаққа асырып жібермеңіз. Тағы бір кітап оқып алайын деп осы кітаптан алған білімдеріңізді құнсыздандырып алмаңыз. Бұл кітапта жазылған білімнің 50%-ның өзін алып, практикада қолдансаңыз кәдімгідей кейін деген нәтиже көретініңіз анық. Себебі дұрыс әдеттер қалыптастыру миыңыздың жұмысын түсіндірудің өзі тікелей бәріне әсер етеді. Қаржылық жағдайыңызға да, тұлғалық дамуыңызға да, денсаулығыңызға да, қарым-қатынасыңызға да оң өзгерістер алып келеді. Егер бір нәрсе бастағыңыз келіп жүрсе, оған ең ыңғайлы уақыт дәл осы уақыт. Кейінге қалдырмаңыз, сылтау іздемеңіз. Worry buster, уайымды жеңу. Адам өз ойынан өзі таяқ жеп жүреді. Кейде жасап көрмей жатып, ойдан бір нәрселерді шығарып алады. Содан кеудесін уайым басып, бойын қорқыныш билейді. Идеясы сол күні сол жайында қалады. Істеп көрмек түгелі бастамайды да. Осындай сәттерде маған бір формула қатты көмектесті. Сізге де көмегін тигізетіні сөзсіз. Ең бірінші қадам жазыңыз. Сіз нақты неден қорқып тұрсыз? Мысалы, мен 2011 жылдан бері басқарушылық қызметтерде жұмыс істедім. Қол астында 15-20 адам жұмыс істеді. Ең қызығы, осы 12 жылдың ішінде менен айлығымды көтеріңізші деп сұраған 2 ақ адам болды. Олардың айлықтары көтерілді, басқа ешкімнің бұлай сұрауға батылдығы жетпеген секілді. Жазыңыз. Мен бастықтан барып айлығымды көтерші деп сұрауға қорқып тұрмын. Мойындау шешімнің 50%. Сіз қазір нақты мойындап тұрсыз. Екінші қадам. Ең нашар нәтиже қандай болуы мүмкін? Сіз басшылыққа барып, айлығыңызды көтеруді сұрауға қорқып тұрсыз. Ең нашар нәтиже қандай? Шын мәнінде сізді бұл сұрағыңыз үшін ешкім жұмыстан шығармайды. Ешкім сізді ұрсып, сөгейін деп тұрған жоқ. Әрі біз қазақ көңілге қараймыз ғой. Ойланып көрейік немесе қарастырып көреміз деп шығарып салуымыз мүмкін. Шын мәнінде нашар нәтиже жоқ. Үшінші қадам. Ең ауыр нәтиже болды деп қабылдадыңыз. Болуы мүмкін деген ең нашар нәтижені осы орынға салып көріңіз. Сонда ғана нашар нәтиже оқиғаның салдары ауыр болуы мүмкін деген жүкті үстіңізден түсіресіз. Төртінші қадам. Оны болдырмау жолдарын ескеріп, бірден әрекетке көшіңіз. Ең нашар нәтижені болдырмау үшін 1-2 ай сапалы, тиянақты жұмыс істеңіз. Алдын ала жоспарлап барып, басшылыққа кіріңіз. Дәл осы қорқынышты жеңу формуласын сізде қолданып көріңіз. Нәтижесі қуантары анық. Ми және мен. Біз мидың нақты қандай бөліктерден тұратынын білмейміз. Негізі ми 18 бөліктен тұрады. Ми әлемдегі ең мықты аппарат. Ол бізден бөлек емес. Біз оны басқарамыз. Бірақ ми автоматты түрде оған бұрын берген бұйрықтарыңыз бойынша жұмыс істейді. Кезінде берілген тапсырмаларыңыз бойынша сізге қызмет қылады. Әрекетіміздің 95% автоматты түрде жасалады. Префронтальная кора. Тура маңдайыңыздың астындағы бөлік. Бұл тек қана адамда болады. Ол біздің шешім қабылдауымызға жауап береді. Неғұрлым осы бөлім қаттырақ дамыса, соғұрлым дұрыс, адекватты шешімдер қабылдаймыз. Джо Диспенза атты ғалымның айтуы бойынша, префронтальная кораны дамытатын әрекеттердің бірі құлшылық екен. Мысалы, ислам дінінде намаз, буддизмде медитация. Дәл осы уақытта префронтальная кора өте жақсы жұмыс істейді екен. Кітап оқу, ойлану, жоспарлау жұмыстарында да префронтальная кора жақсы дамиды. Яғни жаттыққан сайында мықты бола түседі. Осылайша аналитикалық ойлау қабілеті қатты дамиды. Америкада 1850 жылдары түрмедегі адамдарға түрлі эксперименттер жасайтын болған. Ғалымдар олардың префронтальная корасын қолдан зақымдап, адамдардың өзгерісін бақылаған. Сонда миларының осы белгілі зақымданған адамдардың өмірге деген қызығушылықтары мүлдем жоғалып кетіпті. Артық әрекет жасамайтын болған. Тек бір әрекет жасап, бір бағытта жүреді. Сағаттап қамылсыз отыра беретін болған. Содан ғалымдар адамда префронтальная кора дұрыс жұмыс істемесе, ол шешім қабылдау қабілетінен айырылады.
деген қорытынды шығарған. Ондай адам миында қалып қойған процесс бойынша ғана өмір сүретін болған. Біз көбірек ойланып, жоспарласақ, неғұрлым көп құлшылығымызды жасасақ, соғұрлым префронтальная кора мықты болады. Сәйкесінше аналитикалық ойлау жүйеміз өте жақсы дамиды. Миымыздың екі түрлі жұмыс істеу режимі бар. Біріншісі молшылық, шабыт режимі. Екіншісі дефицит, яғни стресс режимі. Сіз қай режимде өмір сүріп жатырсыз? Көбіне біз өзіміз байқамай дефицит режимінде жүреміз. Оның көрсеткіштері мынадай: күніңіз басталды, өтіп кетеді. Уақыт тез өтеді. Қатты бір өзгеріс жоқ, нәтиже жоқ. Адам стресстік режимде өмір сүрсе, барлық нәрсені блоктайды. Тек тамақ жеу және ұйықтау, көбею деген процестер ғана қалады. Стресстік жағдайда ми энергияны сақтап қалуға тырысады. Бұл режимде адам артық салмақты жинап, семіріп кетеді. Ми бүкіл энергияны майға айналдырып қою туралы шешім қабылдайды. Ертең қиын күн болса, майды қолданамыз деген сақтықпен өмір сүреді. Иммунитетіміз де белгілі бір сұрау жібергенде ғана стоп, бұл нәрсеге біздің жұмсайтын энергиямыз жоқ, қоя тұр дейді. Сонымен адам ақырын тез ауырып қалатын аурушаң адамға айналады. Сүйек өсуіне, өзін-өзі емдеуге де организмдің артық энергиясы жоқ. Стресстік режимде жүрген адамның тістері сарғайып, жалпақ тілмен алғанда құрттап кетеді. Себебі ми блоктап тастаған керекті витаминдер жоқ. Оқу, даму, жаңа қызығушылық іздену деген дүниелер де жайына қалады. Барлығына беретін мидың жауабы: оған уақыт жоқ, күш жоқ. Бұның барлығы ешқандай да сіздің жалқаулығыңыздан емес. Негізі себеп сіздің стресстік режимде жүргеніңіз. Егер стресстік режимде жүрген болсаңыз, одан қалай шығуға болады? Шын мәнінде бұдан шығу сіз ойлағаннан да қатты қиын емес. Стресстік режимде жүргеніңізді біліп мойындауыңыздың өзі шешімнің 50%. Әрі қарай одан шығудың қарапайым жолы көбірек құлшылық қылу, медитация жасау және өзіңізді тыңдау. Ең бірінші әрекетіңізді қазір жасаңыз. Қағазды алып, осы сұрақтарға жауап жазып көріңіз. Мен кіммін? Қайдан келдім? Қайда бара жатырмын? Армандарым қандай? Өзімді іздеп жүрмін. Мен не істеп жүргенімді білмеймін. Дұрыс өмір сүріп жүрмін бе? Осы жұмыста істегенім маған керек пе? Өзіме керек ортадамын ба? Осындай сұрақтардың барлығы өзіңді табу дегенге алып келеді. Икигай деген өзіңіздің қалаған, сіз жақсы білетін және адамдар ол үшін ақша төлеуге дайыныз. Олардың барлығы ортақ болған жерде сіздің икигайыңыз бар. Ол жерде сіз өзіңізді потокта сезінесіз. Бұл іспен айналысқанда сіз шаршамайсыз. Өзіңіздің сүйікті ісіңізді табу туралы дайындалған арнайы тест бар. Сол тестте қандай істі сізге ақша төлемесе де тегін істеуге дайынсыз деген сұрақ көрсетілген. Адамның икигайын осы жауаптан да табуға болады. Өзіңіз жақсы көретін жұмысты тауып алсаңыз, сіз ешқашан жұмыс істемейсіз. Бар болғаны өзіңіз демалатын, жақсы көретін іспен айналысасыз. Адам өзін өзі таппайды, себебі ол өзін жоғалтып алған жоқ. Адам бар болғаны өмірдегі әдеттері мен әрекеттері арқылы өзін өзі қалыптастырады. Өзіңізді іздемеңіз, бірақ өзіңізді таныңыз. Сізде ашылмай жатқан кітапсыз, қайталанбайтын геніңіз бар, болмысыңыз бар. Сізге не ұнамайды, не ұнайды, қандай өмір сүргіңіз келеді, немен айналысқыңыз келеді, қолыңыздан жақсы келетін істер қандай? Өзіңізге осы секілді сұрақтарды қойыңыз және икигайыңызды іздеңіз, табыңыз. Төмендегі кестені толтырып шығу арқылы икигайыңызды анықтап көріңіз. Кестені толтырған соң тағы бір қарап шығыңыз. 3 кестеде де жазылған ортақ істер сіздің икигайыңыз болып шығады. Мысалға кестеде менің қолымнан келетін істер, адамдар маған қандай қызметтерім үшін ақша төлеуге дайын, маған қандай іспен айналысқан ұнайды деген сұрақтарға 10 нұсқадан жауап жазып шығыңыз. Жаңа қабілетті меңгеру мүмкіндігі. Жаңа қабілеттерді енгізіп отыру бүгінгі заманның талабы. Уақытыңызды дұрыс жоспарлап кіріссеңіз, кез келген қабілетті 2-3 айда өте жоғары деңгейде меңгеріп аласыз. Қазір баяғыдай қиын ештеңе жоқ. Мысалы, интернет-маркетинг немесе коуч менторлық қабілетін үйреніп, түсіну үшін университет оқудың керегі жоқ.
Ары кетсе 6 айдың ішінде білім плюс тәжірибе алып профи болып шыға аласыз. 21 ғасырда бір ғана мамандықпен шектеліп қалуға болмайды. Себебі бәсекелестікке қабілетсіз болып қаласыз. Ойлаңызшы, мысалы менің бір компаниям бар дейік. Мен компанияға IT маманын жұмысқа алуым керек. Мамандарды таңдап жатқан кезде алдыма тек қана IT білетін және IT-ге қоса маркетингті меңгеріп алған маман келетін болса, басымдықты екінші маманға береді. Яғни қосымша жаңа қабілеттер сізге бәсекеге қабілетті болуға алып келеді. Бір аптада 168 сағат бар. Сол сағаттың 3 сағатын ғана жаңа қабілетті меңгеруге арнасаңыз, 3-6 айдың ішінде сіз толыққанды нәтиже көрсетесіз. Керек кезде үйреніп аламын деген ой жүзеге аспайды. Өзіңіз өмір сүріп жатқан дәуірді, қоғамды зерттей жүріңіз. Жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін қандай мамандықтар мен қабілеттер сұранысқа ие болады. Сол бағытқа қарай бой түзеңіз. Мысалы, қазір мобилография өте актуалды. Ал осыдан 2 жыл бұрын оған ешкім мән бермеді. Телефонмен қай бір видео түсіреді дейсің деп жеңіл-желпі қарады. Ал қазір мықты мобилографтар 15 секундтық видео үшін 200 мың теңге алады. Әрине оны түсіруге шамамен 1 сағаттай уақыты кетеді. Монтажы бар, бірнеше сағаттарды алуы мүмкін. Дегенмен осыны 2 жыл бұрын біреуге айтсаң, ешкім сенбейтін еді. Ал қазір нарықта сұраныс жоғары. Әр қабілет плюс құндылық. Сізге жаңа қабілетті меңгеру бүгінгі күні өте қолжетімді. Ол үшін бар болғаны қарапайым қадамдарды жасасаңыз болғаны. Осы қабілет бойынша 3 кітап оқу. Сол қабілет бойынша 3 конференцияға қатысу немесе видео сабақ көру. 1-2 толыққанды курстан өту. Мысалы, мен ұйқы туралы сабақ жүргіземін. Алдымен өз өміріме енгіздім, ал алғашқы курсымды мен бір кітаптан алған білімімнен өткіздім. Кейін уақыт өте келе бұл қатарда білімді толықтырдым. Бірақ алғашқы әрекет үшін маған бір кітапта жеткілікті болды. Сонымен жаңа қабілетті қалыптастырудың қарапайым формуласы 3 кітап плюс 3 видео плюс 2 курс. Қазіргі курстардың сапасы университет сабақтарынан да ұтымды болып келетіні өтірік емес. Руминация халі. Руминация халі қайта-қайта бір мәселені шайнай беру, ойлай беру. Миымыздың бізге берген 2 түрлі мүмкіндіктері бар. Біріншісі шешім қабылдау мүмкіндігі, екіншісі руминация халіне түсу мүмкіндігі. Көшеде бір ит сізге үрді деп ойлайық. Сіз қашып құтылдыңыз. Бұл шамамен 20 секундтық қана процесс. Негізінде қашып, алысқа ұзап кеткеннен кейін сіз бұл оқиғаны ұмытып, өз жоспарларыңыз бойынша ісіңізді жалғастырып кете беруіңіз керек. Ал сіз 10-15 минуттан кейін де әлі сол оқиғаны ойлап жүрген болсаңыз ше, ол ит неге үрді? Мұны иттің иелеріне айту керек. Осы итте бір қанды ішіп бітті деп фокусыңыздың барлығын сол итке тастап кетесіз. Негативті ситуацияны қайта-қайта ойлай беретін бұл жағдай руминация халі деп аталады. Бұл халдің сізге келіп кетер 1 грамм пайдасы жоқ. Көп энергияңызды алып қояды. Шығудың бір ғана жолы бар. Шешім қабылдау. Осындай жағдай болды. Мұны келесі жолы болдырмау үшін не істеуім керек деп ойланыңыз да шешім қабылдаңыз. Шешім қабылдасаңыз өте жақсы. Ал ешқандай шешім қабылдамасаңыз автоматты түрде руминация халіне түсіп кетесіз. Сізде шешім қабылдауға бар болғаны 5-7 секунд уақытыңыз бар. Ит үрді, демек енді бұл көшеден өтпеймін. Болмаса кешке қарай иесіне ескертемін. Шешім осылай қабылданады. Әрі қарай әрекетке өтіп кетсеңіз, мәселе сол жерде жабылады. Ал шешім қабылдамай, қайғырып, бас ауырта берсеңіз, префронтальная корадан мидың бір бөлігі миндалинаға тікелей сигнал барады. Миндалина жүйеден қанға адреналин және кортизол гормондары бөлінеді. Бұл 2 гормон қанға араласқан соң сабыр ету мүмкін емес. Ал бәрібір бұл халге түсіп қалсаңыз, сабыр сақтап та керек емес. Қаныңыздағы гормонды шығарып тастау керек. Ең дұрыс жолы спортпен айналысып тер арқылы шығару. Ұнамайтын дүние бар ма? Өзгертіңіз. Өзгерте алмайсыз ба? Онда ол жерден кетіңіз. Жалпы кез келген жағдайда қайғырып, ойланып, өзіңізді шаршатып алмаңыз. Руминация халі адамға өте зиян. Әдет қалыптастыру уақыты. Әдет қалыптастырудың ең ыңғайлы әдемі уақыты таң. Америкада бір зерттеу жұмысы жүреді. Скрипка үйренуге бір топ адамдарды жинайды.
оларды екіге бөледі. Бірінші топқа күнде таңертеңгі уақыт сабақ қояды, екінші топтың сабағын кешкілік уақытқа белгілейді. 40 күннен кейін нәтиже белгілі болады. Таңертең сабақ алған оқушылар 67%-ға жылдам үйренген, ал кешкі топта нәтиже көрсеткендердің пайызы 37 ғана. Ертең негізі уақыт өте көп. Жұмысқа дейін 3-4 сағат уақытыңызды өзіңізге бөліп алыңыз. Мейлі ол спорт болсын, курс болсын, жаңа білім болсын. Миымызда альфа жағдай деген түсінік бар. Ол енді оянған кездегі миыңыздың жағдайы. Бұл кезде ми өте тынық болады. Кез келген сұрақты жеңіл шеше алады. Дәл осы альфа кезеңді қолдану керек. Сізде екі таңдау бар. Бірінші жол жұмысқа 30 минут қалғанда ұйқыдан тұрып, асығыс таңғы астың өзін ішпестен жұмысқа шығу. Екінші жол ерте тұрып, асықпай кітабыңызды оқып, жоспарыңызды жазып, таңғы асыңызды ішіп жұмысқа бару. Қай жол жағымды? Әрине, екінші жол өте ыңғайлы, пайдалы. Ең бастысы, миымыздағы альфа жағдайды стресске жұмсап жібермеу керек. Бәрі бірден болмайды. Біз бәрінің тез бола салғанын қалаймыз. Дегенмен ерік-жігер тұрақтылықты қадағалауды талап етеді. Осыны мойындап, сол бағыт бойынша әрекет ету керек. Біз не істейміз? Асығамыз. Бүгін қалаған нәрсеміздің ертең қолымызда болғанын қалаймыз. Десе де, қанша асықсақ та кез келген процесс белгілі бір уақытты талап етеді. Тез арада байып кету керек. Тез денсаулықты жақсартып алу керек. Срочно ұйқыны дұрыстау керек. Өміріміздегі қай нәрсені срочно тез реттеп алғымыз келіп жүр. Біз Прагаға көшіп барғанда бір қызық оқиға болды. Келдік, орналастық. Сол күні түнде 10:30-да балаларымыз шулағаны үшін көршілеріміз полиция шақырды. Үйдің иесі хабарласып, шок болып тұр. Сендер неге шулап жатырсыңдар? Балалар ұйықтамаған ба? Деп аң-таң. Ал балаларда қайдағы ұйқы? Олар түнгі сағат 1-2-ге дейін жүріп үйреніп қалған ғой. Қалай ойлайсыз? Ертеңгі сағат 9-да балалар ұйықтап қалды ма? Жоқ, әрине. Ұйықтардан 1,5 сағат бұрын жатыңдар, тістеріңді жуыңдар деп шулап жүріп, әйтеуір үйреттік. Оларды ерте ұйықтауға үйрету үшін бізге 10 күн керек болды. Басқалар үшін балаларын ерте ұйықтатып үйретуге 1 апта немесе 1 ай қажет болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі уақыт кетеді. Ең бастысы, тұрақты қайталай отырып, белгілі бір уақыт ішінде діттеген мақсатқа қол жеткізуге болады. Есте сақтау керек. Бәрі бірден болмайды. 9 әйелің болса да, 1 айдан кейін балалы бола алмайсың, деп бір кісі айтып еді. Әрине 9 айдан кейін нағыз катастрофа болуы мүмкін. Бірақ расында да адам қанша асыққанымен 9 айдың жүзін көрмей бала дүниеге келмейді. Осы жердегі белгілі бір заңдылықтарға бағыну керек. Қалауыңызға жетудің, мақсатыңызды орындалудың қарапайым формуласы асықпаудан және тұрақтылықтан басталады. Дұрыс әдеттердің зияны. Адамдардың әдеттері өзгере бастаған кезде өмірдің басқа сфераларында да оң өзгерістер бола бастайды. Ақтөбелік Мадияр деген кәсіпкермен менторлық бағдарламасы негізінде 3 ай жұмыс істедік. Менторлыққа келген кезде Мадияр мырзаның басты сұранысы күнделікті режимін реттеу, баланс қалыптастыру және денсаулығын дұрыстау болды. Яғни табысын арттыру немесе қандай да бір материалдық құндылықтар басты орында болмады. Десе де, сол үшін 3 ай ішінде өзі жалға алып отырған жерден көшіп, бизнесіне жеке ғимаратын сатып алды. Ал 1 жылдық табысы өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Әрине бизнестің жүріп, даму үшін тек қана бір фактор маңызды рөл ойнамайды. Дегенмен, ойын жүйелеп, режимді дұрыстау, өмірдің барлық сфераларындағы балансты сақтау табыстың артуына да тікелей әсер етеді. Менің марафоныма, курсыма, жеке талдауға және менторлыққа келетін адамдардың басым бөлігі өмір мен ойын жүйелегісі келеді. Ал өмірдің барлық салалары бір-біріне тікелей әсер етеді. Ұйқысы дұрыс емес адам энергиясы тасып, құлшынып жұмыс істей алмайтыны анық. Жеке өмірінде гармония жоқ адамның бизнесінде де тұрақтылық, жүйе болуы қиын. Өмірдің барлық сферасын алып, бірден жүйелеп тастауда мүмкін емес. Бұл процестердің жүйеленуі белгілі бір уақытты талап етеді. Ең алғашқы қадам жаңа дұрыс әдеттерді қалыптастырудан басталады. Арнайы дәстүрлерді де енгізіп алуға болады. Мысалы, біздің отбасымызда еркектер күні бар.
Бұл негізі ұлдармен жеке сапалы уақыт өткізу үшін ойлап табылған дәстүр болатын. Осы еркектер күні идеясы ұнап, әдетке айналдырған оқырмандарым алғысын айтып жазып тұрады. Тек ер азаматтар емес, олардың әйелдері де күйеулерінің ұлдарына көбірек көңіл бөліп, аралары жақындағанын жазады. Инстаграмда дұрыс адаммен дұрыс уақытта ішілген кофе өте пайдалы деген текстпен тұрақты сториске салып тұрамын. Бұл менің келіншегіммен бірге уақыт өткізгенде салынып тұратын дәстүрге айналып кетті. Инстаграмдағы идеологияның әсері шығар. Бұл дәстүрді де өмірлеріне енгізіп, алғысын білдіріп жазып тұратындар көп. Өмірлік баланс туралы соңғы бөлімде толығырақ толықтырамын. Түсініп тапсырмасын орындап, өзіңіздің өміріңіздегі балансты тұрақтылығына мән беріп тұруды ұмытпаңыз. Дұрыс әдеттерді қалыптастырудың ешқандай да зияны жоқ. Ал көл көсір пайдасын көретініңіз анық.